Аша зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Зейнетке шығарда еңбек өтілі қалай есептеледі? Әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің бас сарапшысы Гүлмира Сүлейменова зейнетке шығу кезінде еңбек өтілінің қалай есептелетінін айтып берді. Қазақстанда бюджеттен екі түрлі зейнетақы төленеді: базалық зейнетақы, ынтымақтасы зейнетақы. Бұл төлемдерді тағайындау кезінде еңбек өтілі міндеттері ескеріледі. Базалық зейнетақыны есептеу үшін 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі және одан кейінгі еңбек өтілі қаралады. Ынтымақтасы зейнетақыны алу үшін 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін кемінде 6 ай еңбек өтілі болу керек. Сондай-ақ 1998 жылдан бастап қатарынан кез келген 3 жыл ішінде орташа айлық табысы есепке алынады. Еңбек өтіліне не жатады? Жұмыс істеген жылдар, әскери қызмет, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқыған уақыт, баласына күтім жасаған ананың жұмысын істемеген кезеңі, этникалық қазақтардың тарихы отанында тұрақты тұру үшін келген жағдайда оларды басқа елдегі еңбек өтілі. Әлеуметтік кодексте көрсетілген басқа да кезеңдер еңбек өтілі негізінен еңбек кітапшасымен расталады. Егер онда тиісті жазбалар болмаса, жұмыс туралы басқа құжаттар немесе сот шешімі негізінде анықталады деп айтты Гүлмира Сүлейменова. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.